Құрметтім, бүгін салауаттың қасиеттері, пайдасы жайлы аяттар мен хадистер негізінде табылған 40 хикметін айтамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Салауат зікірдің бір түрі. Салауат Алла тағалаға мадақтау мен пайғамбарына игілік пен сәлем айту дұғасының жиынтығы. Ендеше сол хикметтері мен сырларын назарларыңызға ұсынамыз. Салауат Алла тағаланың әмірін орындау. Салауат Алла тағаланың сөзімен қатар жүреді. Алла тағаланың пайғамбарға салауаты мақтау және шарапат көрсету болса, мұсылманның салауаты Алла тағаладан тілегін сұрап дұға ету. Салауат періштелердің пайғамбарды мақтауы. Салауат айтумен мұсылманның тілегі періштелер тілегімен ұштасады. Бір салауат Алла тағала тарапынан 10 жарылғауға себеп. Бір салауат мұсылманның мәртебесін 10 есе көтереді. Бір салауатқа 10 сауап беріледі. Бір салауат 10 қателікті жуып шаяды. Дұғадан алдын айтылған салауат тілектің қабыл болуы үмітін арттырады. Салауат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, шапағатына лайық болудың бірден бір себебі. Салауат күнәнің кешірілуіне себеп. Салауат Алла тағала тарапынан адамның уайым қайғысының кетуін қамтамасыз етеді. Салауат қиямет күні пайғамбарға Алланың оған игілігі мен салауаты болсын жақын тұруға себеп. Салауат жағдайы төмен адам айтса, садақаның орнын басады. Салауат мұң-мұқтаждықтың өтелуіне себеп. Салауат айтушыны Алла тағала жарылқайды, оған періштелер дұға жасайды. Салауат айтушының жан дүниесін тазартады. Салауат адамның тірі кезінде жәннатпен сүйіншіленуіне себеп. Салауат қиямет қорқынышынан құтылуға себеп. Салауат ұмытқан нәрсені тез еске түсіруге көмектеседі. Салауат айтсаңыз, сәлеміңізге пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын жауап қайтарады. Мәжіліс басында салауат айту жиынға берекет келтіреді және азын-аулақ кемшіліктерді жояды. Салауат кедейлікті жояды. Салауат мұсылманның сараңдығын жояды. Салауат пайғамбарымыз жазғырған адамдар қатарынан құтқарады. Салауат жәннатқа апаратын жолға жетелейді. Салауат Алла тағаланы тілге алмайтын мәжілістен сақтайды. Салауат сөзді толықтырушы дұға. Әр маңызды әңгіме Алла тағалаға мақтау және пайғамбарға Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын салауат айтумен басталады. Салауат қыл көпірде мұсылманға мол нұр сыйлайды. Салауат адамды дөрекіліктен құтқарады. Салауат арқылы Алла тағала сізді жер мен аспанды мекен еткен жаратылыс арасында жақсы атқа лайық етеді. Салауат адамның өзіне, амалына, өміріне және әрбір оның мүддесіне қажетті шаруада берекет береді. Салауат Алла тағаланың рахымына бөленуге себеп. Салауат мұсылманның пайғамбарына Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын деген ұдайы сүйіспеншілігінің белгісі. Салауат Алла елшісінің Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын сүйіспеншілігіне себеп. Салауат мұсылманның тура жолда жүргенінің белгісі. Салауат айтушының аты жөні пайғамбар Алланың оған сәлемі мен игілігі болсын құзырында ескерілуіне себеп. Салауат қыл көпірде мұсылманның аяғы нық болуына және аман есен өтуіне себеп. Салауатпен үмбеті ретінде аз да болса пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын алдындағы борышы өтеледі. Салауат адамзатқа жіберілген ең үлкен нығмет. Пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын Алла тағаланы зікір ету және шүкірлік білдіру сөздерін қамтиды. Салауат дұға, ол дұғада мұсылман Раббысына ең абзал адамға, яғни Алланың досы пайғамбарға Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын мақтау айту, оның мәртебесі мен дәрежесінің ұлғаюын сұрайтын дұға. Құрметтім, бір ғана салауат айтудың өзі бізге осы өмірімізге және ақыретімізге қаншама пайдасын тигізеді екен. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Ең болмаса күніне 10 салауат айтуды ұмытпайықшы, құрметтім.